Қыздар, жігіттер, сәлем, қалдарыңыз қалай, тағы да сәлем. Жаңа мен видео жазып едім ғой. Айтып, ішімдегінің бәрін айтып, жылап, әйтеуір кішкене жеңілдеп қалдым. ютубтың бір жақсы жері осындай, ішіндегі бүкіл неңді айтып, жеріңді тарқатасың да. Бұл жақта ешкім жоқ, бүйтіп айтып, не қылатын. Одан кейін ешкімге бүйтіп айтып, жалғыз етіп, нете бергім келмейді бар ғой. Просто мына жерде айтып тастайсың, өзің ішіндегі неңді шығарып тастайсың да. И мына жерге тұрып жазайыншы. И ішіндегінің бәрін шығарып тастайсың да, кішкене жеңілдеп қаласың. Короче, айттым ғой, 4-түсін жұлдырамыз. Сосын барып 4-түсін жұлдырамыз да, қалған емдетеміз деді ғой, жұлу керек деген тісін. Оказывается, жаңағы тісіндегі іріңдер уже ол заражение екен да, ол сүйекке кетіп қалатын болса жаман болады екен. Сол үшін оны лучше жұлдырып тастаған дұрыс дейді да. Біраз неден частный клиникалардан жазды ғой маған. Мен сұрадым ғой олардан. Бәрінікі сондай отыр, государственныйдікі де сондай отыр, бұны жұлдырмаса болмайды деп жатыр да ше. Сосын Бауыржан жаңа жұмыстан келді. Бауыржанға айттым, давай мынау 4-түсін жұлдырып тастайық, ертең жаңа анализін тапсырып, анестезияға жаңағы неге реакция бар, қандай аллергия бар ма, жоқ па, соны нетіп алып, сосын ойладым да, енді ГОСта бәрібір білесіздер ғой, біздің системаны білесіздер ғой, менен жақсы. ГОСта мысалға тегін істегеннен кейін өте грубый істейді біріншіден. Баламмен ля-ля деп сюсюкаться етіп, кішкене жағдайына нетіп қарап істеген қалаймын да ше. Еще қандай олардың несі, в общем, түсініп жатсыздар ғой, не айтқым келіп жатқанын. Сол үшін Бауыржанға айттым, давай частныйға барайық дедім да. Бір частный үйдің жанында бір частный стоматология бар, тоже детский. Соны көп адам мақтаған, мен өзім іздеп, инстаграмнан неден іздеген кезде көп адам мақтап, отзывтар өте жақсы. Барған кезде кәдімгідей анандай ойнайтын, күтіп отырған кезде күшті, бір комнатаны ойнайтын анандай қойған да, күшті әдемі қылып қойған. Сол жерге апарсақ, бала чистка зубов тазалау 2000 теңге екен. Баламның тісін де тоже тексертіп, тазартып алайық дедім. Сол жерге барып жұлдырайық дедім. Короче, тіс жұлу ол жерде 3000-нан бастап жоғары қарай екен. 3000-нан жоғары қарай екен. Жаңағыдай емделу аналардікіндей 28-30 мың емес, 12 мыңнан жоғары қарай екен. Ар шетінде 2 тіс па, 3 тіс па сондай бар. Соны емдетеміз, алла бұйыртса, сол жерге барып. Короче, іріңдеген 12 мың екен, тағы бір нәрсе несі болса 15 мың екен, сондай 15 мыңның шамасында ғой, 3 тіс. 2 тіс, кажется, или 3 тіс, неважно, короче. В общем, 100 мың болатын болса, сол жерге примерно 100 мың болатын болса, емдетейік сол жерге барып дедім да. Жаңағы 4 түсін жұлдырып, лучше ақша төлеп, біздің Қазақстанда ақша төлеп істеген жақсы да, чем жүре берейінші. Мына жақ қараңғы болғаннан кейін жарық жерге тұрып түсіріп атқам ғой. Лучше жаңағыдай ақшаға істеткен дұрыс деп жатырмын да ше. Сосын мен ол клиникаға суббота күнге жазылып қойған едім. Суббота күнге окошко бар, басқа уақытқа занят, сағат 2:30-да деп мен жазып қойған. Сөйтіп, жаңа ойланып қалдық қой, қайсысына барарымызды білмей сөйтіп отырған кезде, бірақ мен жазылып қойғанмын. Сөйтіп Бауыржан бүгін келіп, соның визит несін әкеп тұрды, осы клиника жақсы екен деп. Ай, тоқтар, менде бар ғой, көрейш деп, мен оны еще сохранить етіп қойғам ғой, атын жазып. Кірсем сол номер екен. Сомен маған да осын жақсы деп айтты, осындай деп, өзіміздің қазақ әйел келіншек істеп атқан үлкен, короче, стажы бар, көрініп тұр ғой енді. Бәрі мақтап жатыр, өте жақсы, еще ценалары да жақсы, чем басқаларға қарағанда депші. В общем, сол жерге баратын болдық. Қазір мына жерден өтіп кетейін, сосын жазам. В общем, сол жерге баратын болдық. Енді субботаға дейін 2 күн бар ғой. Осы уақытқа дейін 40-на шыдап, 41-не шыдамаймыз ба? 2 күн шыдаймыз. Қызым қазір ешқандай ауырып, ештеңе болатқан жоқ, нормально жүр. Сөйтіп, не қыламыз енді? 2 күн шыдап, суббота күні барамыз. Суббота күні барып, жұлдырамыз.
емдетеміз. Көреміз ғой енді сол жерге барғаннан кейін бірден сөйтетін боламыз. Қазір мен неге кетіп баратырмын? Гол сушиға. Кеше тамағым бар істеген. Просто балдар жемей жатыр. Әдемі қылып қанша бүйтіп істесең де балдар білмеймін, өте капризный тамаққа ше. Пицца жақсы көреді. Пицца жақсы жейді қызым да балам да. Соны пицца заказ берген. Фримен. Қолым. Мынаны ұстасам талып кетеді ше. Пицца заказ берген фримен. Соны алып кетем бар. Одан кейін неге бару керек? Магазинге барып майда шүйді алу керек. Сол достар, сондай шешімге келдім. Келдік күйеуіміз екеуміз. 2 күн шыдап, сол барып ақшаға болып барып істетеміз. Аналарға қымбат бағаны айтқандарға жаз жердім ғой. Қалай халықты тонап, қалай ақшаны алсаңдар дедім да. Ақшаларың солай кетсін дедім. Түсінікті ғой енді, не айтқаным. Ақшаларың солай кетсін дедім. Олар Құдайдан қорқпайтын адамдар ғой. Қыстырғанда жоқ. Енді Бог вам судья дедім ғой, короче, орыс ғой. Бір Аллаға салдық қой, болды енді. Жоқ, мен оған тегін емде, сен маған міндеттісің деп атқан жоқпын. Нормально цена қойда. Кішкентай баланың тісіне молочный да, алдыңғы, тем более жартысы жоқ тіске 10 000 теңге деп тұр ғой. Жұлуы. Это кошмар ғой вообще. Үлкен адамның тісін ондайға жұлмайды ғой. Консультациясы 5 000, анестезиологына 5 000. Просто ақша сындыру да. Ковид тапсырмасаң болады қояды. Бірінші тапсырасын деп алып. Короче, бұяқта сондай басында біз емді осы көтере алмай жүріп, емді бастаған кезде де бір клиникаға барып 150 000 теңге просто анализіне тапсырып кеткенбіз. Сөйтсек анализ ол кезде топас болғанбыз ғой, сұрамағанбызды, қандай анализ алып атсын, не анализдер бол деп. Сөйтсе мені ракке тапсыртқан ғой. Рак бар ма, ауру жоқ па бұның маткісінде деп ше. Сондай. Мына жақта адам көйіп кетті, сосын жазам. Короче, мына жерге тұрып жаза берейінші. Сөйтіп рак ауруына маған тапсыртқан. Ішінде керегінде, керек емесінде вообще басқа қатысы жоқ нәрселерге тапсыртқан ғой бізге ше. Сондай, бұл да сөйтіп тұр да қазірші. Құдайдан қорқпайды, бұлар бар ғой, Құдайдан қорқпайды. Бірақ қалай келеді сол істеген ақшалары солай шығып кетеді. Ол 100% солай болады. Оған сенімдімін. Сол қатты ызам келіп, сол тапа-бой жылағам ғой енді бағанашы. Солай, енді 100 000 болса да, 100 000 деген таба аламыз. Шүкір, үйтсек те әйтеуір табамыз. Ешкімнен қарыз сұрамаймыз, бар өзімізде, заначкамыз бар, кішкене. Сонымен не қыламыз, апарып емдетеміз қызымның тісін. Бірінші солардың денсаулығы біз үшін. Бауыржанға айттым, барлық нәрсені тоқтат. Еш жаққа ақша құйма, болды. Күйген дүние күйіп кетсін, жанған дүние жанып кетсін. Осы қызды ары не бері қылайық дейді. Ол да айтады, жұмыста бұрын YouTube көріп, істеп отыра берушім. Қазір вообще телефонға қарай алмай қалдым. Тек уайымда, ойымда тек осы уайым болып жатыр. Екеумізде андаймыз ғой, біз бұндай нәрсеге қатты. Алла тағала тағы бізге мықты қылып берді ғой бұларды, ауырмайтын, сыздамайтын қылып. Солай достар. Қазір барып не алам? Заказым дайын болған шығар. Саламатсыздар. Мен заказ берген едім. Бауыржан. Пицца мен фри. Бүгін тыныш қой. Обычно жын ойнақ болып жататын төбесінде. Билеп. Музыкасы бағырып. Айна ұнайды маған. Әдемі айна.
пиццамен бір фри тез дайын болушы еді обычно, не істеп кетті екен алар. Бірақ нелер өте жақсы дайындайды, жақсы істейді. Алып шықты. Екеуі өзің алып кетсең минус 10% скидкада. Если үйге алып кеп беретін болса, бізге 500 теңгемен әкеп береді, доставка. Жақын ғой. Екеуі 1710 теңге болды. Минус 10% скидкамен. Бұл жерде бағасы да жақсы, бағалары да арзан. Мынаны оң қарат, өзіме қаратайыншы. Короче, сол бағалары да жақсы. Фри 690 теңге. Порциясы үлкен, жақсы. Кетчуппен береді. Мына жанымызда кафелер бар. Аси деген лаваш сататын турецкий. Соларда 1000 теңгеден. Оның да фри жақсы, нормально. Бірақ бағасы сондай. Содан кейін тағы бір кафе бар. Ол жердіңкіден брет алып көргем. Қайтып алмайтындай болдым. Ескіріп кеткен, сасып кеткен майға істейді. В общем, ана маймен бір ай істеген сияқты да. Брет алып, балдар да жемей қойды, лақтыр жеді. Картошкалерді бір какой-то бір нашар. Сосын осы гоу-суши бізге өте жақсы болды. Солай, достар. Енді магазинге барып, магазиннен майда-шүйді алуым керек тоже. Үйге керекті. Сонымен үйге барам. Тез бармасан, науда суып қалады. Сықтай жесе деймін да, балдар. Оны жылтып отқан екенді уже ондай дәмді болмайды ғой. Жылағаным әлі андай болып тұрмын, бір түрлі болып тұрмын, көздерімші. Бірақ аузымды ашқаннан кейін 2 цитрамонды бірден ішіп алдым. 42-де, 7:42-де ауыз аштық. 7:42-де ауыз аштым да бірден құрманы жедім да, финики жесең сразу тоқ басады ғой аштығыңды ше. Су іштім да, артынан аш қарынға ішпейін дәрін дедім. Артынан 2 цитрамон ішіп, жаным кірді ғой сразу. Басым қойып, әйтпесе мына басым деген түсіп қалайын деп атқан тұғым. Массаж етіп, бауыржанда істеп қоймай қойған еді. Сол. Барғаннан кейін барын жазып, видеоға түсіріп, процесті стоматология барғаннан кейін түсіруге тырысам. Сосын көрсетемін ғой. Өтініш балдарыңыздың тістеріне, денсаулықтарына мұқият болыңыздар. Кез келген аурудың, кез келген істің алдын алатын болсаңыздар, оңай болады ғой. Емделуге, ақша жағынан болсын, өте маңызды бұл. Сосын айтып жатырмын, сосын бөлісіп жатырмын. Жаңағы жерде өте көп балдар ғой. Прям өткізіп жерген балдардан өте обал, байқұстар айта алмайды, түсіндіре алмайды. Сол үшін мұқият болу керек. Ол біздің парызымыз, ата-ана ретінде біздің парызымыз. Жүрегім ауырды, қатты ауырды. Солай мән бермей жүргеніме қанша күн түн ұйықтай алмай жаңағы емшекті тістеп сөйтіп шықты ғой. Сол кезде ұрсып мен не істеп жатсың, не бүйтіп жатсың деп, тістеме деп. Соның бәріне енді әдейі кездескен жоқпын бір жағынан. Бір жағынан кішкене сол жағын ойласам, бұндай жағдайға жетпес еді ғой деймін да. Сол, достар. Сол, достар, магазинге кіріп, ақыр суық бітті ғой, дала суық. Магазинге кіріп, не қылдым? Алдым керек затымды. Сөйтіп енді қайтып бара жатырмын. Адамдар жүрсе де түсіре беретін болдым ғой қазір. Ятып кетіп жатыр, жайлап. Сол каналға жазылыңыздар. Жаңадан келіп жатқандар қош келіпсіздер. Өйткені күнде жазылып жатыр. Қайта-қайта неге қайталай береді деп ойламаңыздар. Күнде адам жазылып жатыр маған. Қош келіпсіздер менің каналыма. Келгендеріңізге қадамдарыңызға гүл бітсін, төрлетіңіздер дейін да. Солай сау болыңыздар, аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Балапандарыңыз аман болсын, ауырмасын. Сау болыңыздар.